Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қазақтың ұмытылып бара жатқан ұлттық тағамдарының бірі қарын бүрме деп аталатын тағамның жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен қарынның ішіне салатын бүкіл салмасын барлығын турап дайындап аламыз. Мен картоптарды осындай сәндегіш құралмен турап алдым. Сіздерде болмаса жай пышақпен турап алсаңыздар да болады. Сәбізді де видеода көріп тұрғандарыңыздай ірі етіп турай береміз, себебі қазір қарынымыз ұзақ уақыт бойы піседі. Сол кезде езіліп кетпес үшін ірірек етіп турадым. Пиязды да осылай етіп турап алдым. Мінекей барлық салмасы осымен дайын болды. Сонымен қатар мен осы тағамға әсіпті де қосып жіберейін деп тұрмын. Осымен өте ерекше болып шығады. Турап алған барлық салмамызды бір ыдысқа жинап аламыз. Осы орайда өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті қоса бересіздер. Мен лавр жапырағын қостым және зирадан қосып, 3 тісше чесноктан және қара бұрыштан қостым. Менің етім тұздалған болғандықтан кішкене қасықтың ұшындай ғана тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей мен сүйектерді де қосып жіберейін деп тұрмын. 3 ас қасық көлеміндей сұйық май қосып жібердім, немесе құйрық майдан қоссаңыздар да дәмді болып шығады. Мінекей салмасын барлығын осылай дайындап алдық. Енді қарынды жақсылап тазалап жуып аламыз. Қарынның осындай майлы жерлерінде өте көп бездер болады. Сол бездердің бірін де қалдырмай тазалап алып шығатын боламыз. Себебі без өте жаңағыдай ащы болады. Бірін қалдырмай барлығын дерлік алып шығамыз. Барлық бездер майдың осы екі шет тұсында болады. Қарынды кесіп алмай бездерінің барлығын алып шығамыз. Менде осындай өте көп бездер шықты. Қарынды бездерден тазалап болғаннан кейін бір жақ шетін ине жіптің көмегімен тігіп аламыз. Мен 2 қайтара тіктім, ашылып кетпес үшін. Енді қарынды оң қаратып алып, ішіне жаңағы дайындап қойған салмамыздың барлығын саламыз. Және де мен осындай сүйектерді қосып жатырмын. Сүйектерді салғаннан біздің қарнымыз жыртылып кетеді деп ойламаңыздар. Жыртылмай, тесілмей өте әдемі болып пісетін болады. Қаласаңыздар малдың қабырғасынан да қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей барлығын салып болғаннан кейін енді аузын байламаймыз. Жіппен тағы да тігіп шығатын боламыз. Мінекей мен келесі бетінде жіппен жақсылап 2 қайтара тігіп алдым. Енді арнайы қайнататын ыдысымызға салып, үстінен батып тұратындай етіп толтырып су құйып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін бетіндегі көбігін міндетті түрде алып тастаймыз. Енді бетін жауып, баяу отта 5-6 сағат бойы пісіріп аламыз. Осы аралықта қамырын илеп жайып аламын. Алдымен су құйып, судың үстінен бір жұмыртқаны салып және тұзын салып, жақсылап тұзымен жаңағы жұмыртқасы ерігенше араластырдым. Одан соң үстінен еліктен өтіп дайын тұрған ұнды қосып, қолымен қамыр илеп шығатын боламыз. Біздің қамырымыз қатты болу қажет. Сол кезде өте әдемі жайылатын болады. Үстелдің үстіне қамырды жақсылап илеп алдым. Одан соң салфанға салып 20 минут 30 минут уақытқа қоя тұрамыз. Сол кезде қамырдың иі қанып, жаюға өте ыңғайлы болады. Бір зуала қамырымызды алып, молырақ ұн себе отырып, үлкейтіп жая бастаймыз. Дәл қамыр ауқатқа жайған секілді етіп жаямыз. Қамырды кішкене қолмен жайып үлкейтіп, одан соң оқтаудың көмегімен өте жұқа етіп жайып алдым да, кесіп, осымен қамырымды дайындап қойдым. Міне қарын 5 сағаттан астам уақыт қайнады және пісіп те қалған екен. Осы орайда тағамның өзінен шыққан майды жұқа етіп туралған пияздың үстінен құйып аламыз және бір қайнатамыз. Осымен тұздығымыз да дайын болып шығады. Қарынды бөлек сүзіп алдым да, соның сорпасына қамырды салып алдым. Міне қамыр да ешқандай жабыспай, езілмей өте әдемі болып түсті. Енді жаңағы тұздықты бетіне салып, қарынды ортасына қойып, ұсына берсеңіздер болады. Қазір арасын сіздерге кесіп көрсететін боламын. Дәмі деген енді өте керемет болады, достар. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Достар, егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеле кетіңіз. Себебі алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын.